Мен Мадиева Айнұр Сабырқызы, 32-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Біздегі қазақ тілін дамыту, мемлекеттік тілді құрметтеу, өзге ұлт балаларын еркін сөйлеуге үйрету. Қадыр Мырзалиннің өлеңімен ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Демекші, тілді құрметтеуді өзімізден бастаймыз. Сәлем, Ратмир. Қайырлы күн. Сәлем, Эльвира. Сәлем, Вика. Қалай? Жақсы, өзіңше? Рахмет, жақсымын. Сен не істеп отырсың? Мен абай жолын оқып отырмын. О, жақсы. Бұл кітап не туралы? Бұл Абай Құнанбаев туралы. Абай жолын кім жазған? Абай жолын Мұхтар Әуезов жазған. Тағы Абай туралы не білесің? Шынаты Ибрахим, әкесі Құнанбай, анасы Үлжан, әжесі Зере, әйелі Ділда және Әйгерім. Ол Семей облысы Абай ауылында 1845 жылы туған. 1904 жылы қайтыс болған. Қандай өлеңдері бар? Қыз, жаз, күз, көктем өлеңдері бар. Сен қандай өлеңдері білесің? Мен күз өлеңдері білемін. Сұр бұлттысы қаптайды аспан, күз болып дымқалы жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан тай жағқан. Ал сен ше? Мен қыз өлеңдері білемін. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, сұқыр мылқау, тынымас тірі жанды. Басты-басы ақ қарау, тысы суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы аяздың қар, кәрі күдан қыз келіп әлек салған. Ұшпада бір күн кеген оқшыратып, аязбенен қызарып ажарланды. Деген өлеңдері білемін. Ал сен ше? Ал мен ғылым таппай мақтанба, орын таппай баттанба, құмарланып шаттанба, ойна босқа көңілге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге сырт бол, деген өлеңдері білемін. О, жақсы екен. Сау бол, сау бол. Сау бол. Қадыр Мырзали, ана тілін біліп қой, еркіндігін, сендігін, ана тілін біліп қой, мақтанышы елдігін. Ана тілін арын бұл, ұяттың доктор бетте, өзге тілдің бірін біл, тілінді күрметте. Сәлем, Лиза. Қалың қалай? Жақсы, өзіңше? Рахмет, жақсымын. Сен тіл туралы қандай мақал білесің? Ана сүті бой өшіреді, ана тілі ой өшіреді деген мақал білемін. Ал сен ше? Көпті білген адамның жолы даңғыл деген мақал білемін. О, жақсы, екен, рахмет. Сау бол. Сау бол.